Жатақхана, рубежка, сессия, ұйқысыз түндер және ауылға деген сағыныш. Мұндай тамаша жағдайлардың бәрі тек студенттердің басынан өтетін жағдай екені белгілі. Студенттік шақ адам өміріндегі ең қызықты сәттердің бірі. И именно поэтому мы решили задать нашим студентам достаточно легкие вопросы, на которые, возможно, будет тяжело ответить. Итак, поехали. НТ-дан қанша балл жинадың? 84. 77. НТ-дан 50 балл жинадым. 50. Журналистика мамандығына 89. 96 балл. Ой? НТ-дан 63. Мамандығың қандай? Тарихшы. Өзің таңдадың ба мамандықты? Әрине. Студенттік өмір деген енді адамның ең жақсы. Тоқта, мен сұрақ қоямын саған. НТ-дан қанша балл жинадың? 140. 85. Так. Мамандық бойынша жұмыс табу мүмкін ба? Қалай ойлайсың? Мүмкін. Соның ішінде менің мамандығымда жұмыс табылады. Аудармасы. Ағылшын тілі? Ағылшын, француз. Әрине мүмкін. Сіз мамандығыңыз ба? Вокал. Музыка. Бүгінде ауыз ашқанның бәрі әнші деген бар. Сен мамандығыңа сенесің ба? Негізі ол даусың болса, әрине өлең айтуға болады, бірақ та даусың жоқ болса, мамандық ол керек емес. Өлең айтпашы. Қандай өлең? Қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік шайнай берсін туған жерім. Адамда арман мен мақсат қатар жүрсе, жұмыста барлығында шешуге болады жалпы. Сені армандағанмен жұмысшы сені, жұмысқа қабылдаушы кісі сені жұмысқа алады деп ойлайсың ба? Енді шешуге болады жалпы. Бәрі Алланың Қандай? Қалай шешуге болады аны? Бәрі Алланың қолында, оған тілбайлық керек. Мамандық бойынша жұмыс табу мүмкін. Ол адамның өзінің қолында, яғни мамандығын сүйсе, таңдаған мамандығын және мамандық бойынша жұмыста кірместен бұрында өзін опыт работы болу керек. Сол кезде жұмыс көру мүмкін. Әрине 4 жыл бойына бекер білім алған жоқпын, әрине мұғалім болып жасаймын. Қазіргі таңда мұғалім мамандығының дәрежесі жоғары деңгейге көтеріліп жатырған өздеріңіз білесіздер, және Нұрсұлтан Назарбаевтың елбасымыздың өзінің несі бойынша ұстаздардың дәрежесін көтеру ол жоспарда бар. Әрине өз мамандығыммен жұмыс жасаймын. Мамандық бойынша жұмыс алу мүмкін. Нағыз талпынсаң, мамандық дұрыс таңдасаң. Мамандық таңдауыңа байланысты ғой енді. Менің мамандығым ГИМУ, жергілікті, орысша айтсам государственное и местное управление. Қазақша айтқанда мемлекеттік және жергілікті басқарма. Қиын сабақ қандай? Философия. Себебі бізде философия бір аптада бір семинар болады. Біз сабақ айтып не істеп, қиыншылықтар болады, үлгермейміз. Қазірде теория, сольфеджи. Бірінші курсқа түстің ғой, сонда қай ең қиын пән? Ағылшын. Мен үшін ең қиын пән ағылшын пәні болады. Журналистикада. Енді оған тырысып, түсінуге тырысамыз ғой енді. Химия. Химия оқисыңдар ма сіздер? Жоқ, химия оқымайсыз, мектепте оқығанбыз сол химия. Қазір университеттегі ең қиын пән қандай? Университетте қиын пән жоқ, бәрі жеңіл оңай. Тарих мамандығында ешқандай өзім мамандығым өте қиын сабақтар жоқ, бірақ мектеп уақытында математика, химия деген сабақтар өте қиын болады. Қызық емес. Әзірше ең қиын пән жоқ. Бірінші семестрде. Дұрыс. Сессияны өз күшіңмен тапсырасың ба, әлде ақша беріп па? Әрине өз күшіммен. Әзірге өз күшіммен тапсырып жатырмын. Әзірге өз күшіммен. Енді ағылшынға барынша өз күшіммен тапсырамын, нағыз көнбеген жағдайда. Неше пайыз уверенмен айтасың? Неше пайыз? Бір 100%-дің 50-де 50 деп қойайын. Жоқ, серьезно, 50-де 50. Сессия әлі тапсырған жоқпыз, бірақ Алла қаласа өз күшіммен тапсырамын. Жоқ, ондайға бармаппын. Өз біліммен, өзімнің жинаған біліммен тапсырам әрқашан. Мен көп етпей қоямын. Өзім шындығын айтайын, өзім тапсырам. Өзімнің біліммен, өзімнің талпынысымен. Халел Досмұхамедов біздің университетімізге атағы берілген ағартушы, ғалым, полиглот, жазушы және көптеген энциклопедияның авторы. Досмұхамедов деген кім? Халел Досмұхамедов ол белгілі жазушыдан. Осы атақты алған дәрігер. Көп айта берсем. Халел Досмұхамедов ол Қызылқоға өңірінен туып өскен. Яғни өзім Қызылқоғанкімін мен. Менің жерлесім Халел Досмұхамедов. Тек қана жерлесің, сосын қандай заслугалары бар оның? Ол
біраз тілдерді біледі, жалпы осы білімнің бір негізін қалаған адам. Халил Досмұхамедов. Халил Досмұхамедов журналист болғанын білесің ба? Әрине білемін. Халил Досмұхамедов ол жан-жақты, яғни ғалым, көрнекті біздің қазақ халқының ағартушысы. Ол дәрігер болып та, басқа салаларда да өзінің қабілетін көрген, өте қазаққа маңдайына біткен жарық жұлдыз деуге де болады. Халил Досмұхамедов деген ғалым, академик, атақты ойшыл ғалым. Халил Досмұхамедов деген Алашорданың қатынасты Алашорда партиясындағы жұмыс жасаған кісі, өте байсалды, өте ақылды кісі. Және де дәрігер болған кісі. Көп кісіні емдеп шығарған. Ректор деген біздің университетіміздің басшысы, біздің университетіміздің ректоры Талтенов Ахат. Біздің универіміздің ректоры Абзал ағай. Ол оқушылардың, студенттердің тәртібін бірдеңесі қарайтын шығар, білмеймін. Ректор деген ол барлығының үстінен қарап отыратын, былай айтқанда, бір бастық деп айтса болады. Есімі кім? Есімін енді шыны керек, оны танымайды екенмін. Ректор дегеніміз ол университеттің басшысы, біздің университеттің ректорының аты жөні Талтенов Абзал Ахатұлы. Біздің университетіміздің ректоры Талтенов Абзал Ахатович, яғни ректор деген түсінік жалпы ол үлкен бір ұйымның басшысы. Әрине ондай ұйымның басшысы болу өте оңай нәрсе емес. Сол себепті біздің университетіміздің ректорына Талтенов Абзал Ахатовичке университет студенттерінің атынан зор алғысымды білдіремін. Ректорымыз есімі Абзал Ахатұлы Талтенов. Қателеспесем дұрыс қой. Ректор осы университеттің директоры деген сияқты басшысы.